Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ауру астан дегенді жиі естісек те, көбіміз жүйелі тамақтана бермейміз. Ал ас қорыту жүйесінің аурулары түрлі сырқаттарға шалдықтыратыны анық. Осы орайда асқазан ішек ауруларының себептері қандай? Деген сұраққа жауап беріп кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк баса кетіңіз. Асқазан ауруларының себептеріне біріншіден дұрыс тамақтанбау, уақытылы тамақтанбау жатады. Ыстық, суық, майлы қуырылған және тұзды тағамдарды үнемі жиі қолданудың әсерінен біз асқазанымызды зақымдаймыз. Олар біздің шырышты қабатымызды зақымдауға әкеліп соқтырады. Сондықтан біздің жейтін тағамымыз өте маңызды. Екінші, шылым шегу. Одан кейін алкогольді ішімдік ішу де асқазан ауруларының пайда болуына себеп бола алады. Сонымен қатар қабынуды емдейтін, жансыздандыратын, температураны түсіретін дәрілерді науқас жиі ішетін болса, асқазан зақым келтіруі мүмкін. Сонымен қатар күйзелістің де кері әсері болады. Асқазан ауруларының белгілері қандай? Асқазан ішек ауруларының ең басты белгісі адамның іші мен қабырғасы тұсында жері ауырады. Іші аш қарынға немесе тамақ жеп болғаннан кейін бірден ауырады. Гастрит кезінде осы ауру белгілерінің барлығы да болуы мүмкін. Ал асқазанда оны екі елі ішекте ауырған уақытына қарап, біз жараның шамамен қай жерде орналасқанын айта аламыз. Мысалы, ауру асқазанда болмаса, аш қарын ауырады. Себебі асқазан сөлі қышқыл сөл бөлінеді. Ол асқазан бос болғанда асқазандағы жараға қолайсыздық тудырып ауыртады. Екіншісі белгісі тамақ ішіп болғаннан кейін жарты сағаттан кейін немесе 10-15 минуттан кейін басылады да қайтадан ауыра бастайды. Ал тамақ ішіп болғаннан кейін 2-2,5 сағаттан кейін ауырса, біз ол ауруды 12 елі ішекте деп болжам жасаймыз. Сонымен қатар науқастың тәбетінің түзілуі және іште жағымсыздықтың пайда болуы асқазан ішек жолдарының ауруларының белгілеріне жатады. Бүгінгі ақпаратым сізге пайдалы болса, менің қолдай кетіңіз. Және бұл ақпараттарды естіп отырып, сізде байқалатын болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз.